қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мен сұхбатта арнайы Зайсан қаласынан Шығыс Қазақстан облысынан міне Гүлсәулет ханымды мен сұхбатқа шақырып отырмын. Себебі осыдан 6 ай бұрын мен Өскеменге барған кезде Гүлсәулет ханым өзінің керемет нәтижесімен бөліскен. Алайда сол кезде тағы да сіздің беттеріңіздің толығымен жаңа қараласы толық кетпеген болады. Дұрыс па Гүлсәулет ханым? Енді бізде міне компанияның 7 жылдық мерейтойына келіп, бүгін мен Гүлсәулет ханымның түрін көріп, кешегі жиналыста машина ұтып алғанын көріп, сондай басқаша мүлде өзгеріп кеткеніне таңғалып отырмын. Ал ендеше Гүлсәулет ханым, ең бірінші өзіңізді, осы компанияға қалай келу тарихыңызды және өзіңіздің жағдайыңызды түсіндіріп өтсеңіз халыққа. Мен осыдан 2024 жылы осы компанияға өзімнің денсаулығым үшін тіркеліп, бетімде алапестер болған, бетімде қаралы дақтар болған. Осы денсаулығымды дұрыстау үшін осы компанияға тіркеліп. Қанша жыл болып еді бетіңіздегі дақтар? Менің бетімдегі дақтарым 4 жыл болды. 2019-да басталған, 2019-да биограммды алып жаққам, оған мен сенбей, сол беті жақпай кеткем. 2024-те қайтадан осы компанияға қолға алып, бұл компанияның ағза тазалау өнімдерін ішу арқылы бетімдегі алапестер, дақтардың барлығы кете бастады. Қайсы өнімдер? Мына тұрған өнімдерін таныстырып жіберіңізші Қанекей. Мен бұнда мына бауыр шайын Бауыр шайы, арықтату шайы. Менімдегі нозым сол кезде бауырдың қан ыстық, бауыр қан жасай алмайды. Бұл ешқандай өзіңе залалсыз жүре берсең болады деп медициналық доғдырда сөйткен. Қытайданға да бардым, осы Қазақстанға да көріндім. Содан өзім осы компанияға тіркелу арқылы осы компанияның ағза тазалайтын мына бауыр шайын іштім. Бауырдың, өттің жұмысын жасататын. Мынау арықтау шайы ішті арықтатады, іштегі улы заттарды шығарады, тазартады. Және мына биоплюс деген өнімін іштім. Паразит құрт бар деген, паразит құртқа қарсы парабиз деген өнімді іштім. Сосын инулан іштім. Инулан іштім, ашқазанға қарсы. Сосын лайт 8 іштім, бауыр тазайды. Одан кейін мына өзіміздің биограммымызды таңертең жедім. Жедіңіз, және беттеріңізге жақтыңыз ба? Тамақтан бұрын осы өнімнен ішіп жедім. Одан кейін бетіме жақтым, қолыма жақтым, бәріне жақтым. 20 күн дегенде мына өнімнің немесінен ішімнен кәдімгідей құрттар түсе бастады. Қандай құрттар түсті? Құрттар ұзын-ұзын жалпақ ақ құрттар түсті. Мен ол кезде қорқып ішпейін ба деп ойладым, бірағында қайтадан осы компаниямыздың маманына сөйлесу арқылы ол өзінің ішіндегі құрт бауырыңды, қаныңды тазалап жатыр деп қайтадан іше бердім. 3 ай ішкенде бетім тазара бастады. Қазір мен осы 8 ай болып қалды, әлі де ішудемін. Соған қосып 3 айдан кейін мен мына коллаген деген өнімді іштім. Бірінші ағза тазалап алдыңыз, содан кейін барып коллаген іштіңіз, Коллаген іштім. Бұл коллаген беттегі ұсақ ажымдардың бәріне жақсы. Одан кейін мына буыным сырқырап тұратын. Осы өнімді ішкелі жақсы болдым. Керемет Гүлсәулет ханым, өте қуаныштамыз. Қарасам енді сіздің тек қана бұрынғы бетіңізде орындар ғана қапты, енді өтірік айтар жоқ. Алайда сіздің бұрынғы фотоларыңыз бар, соны халыққа көрсетіп, енді ары қарай сіз сияқты қиналып жүрген, ем таппай жүрген жандарға шипа болсын деген мақсатпен түсіріп отырмыз. Сізге сәттілік тілеймін, деніңіз сау болсын. Осы бизнесте ары қарай табыс таба беріңіз, табыс төрінен көріне беріңіз. Рахмет.